бәленбай жылдың ішінде $1 миллион тауып үлгердіңіз. Меня бесит, когда я все делаю вовремя. Мені тіпті атыммен де атамайды ғой. Сын Розрымбаевый, жақында ғана осы дау болды ғой. Жақсы музыкант, но очень слабый әнші дейді. Қартайды, алжыды. Жылағандай сәттер болды ма? Көзге жас келген. Болды. Иә. Али, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Деп, максимально неестественно бастайық. Бастайық. Бізде жаңа бағдарлама жұрт не дейді? Бұл бағдарлама ең қызықты жайты. Сұрақтар менен емес, Алиден емес, именно сіздерден. Сіздер біздің инста парақшамызға сұрақтарыңызды қойып кеттіңіздер Алия мырзаға. Енді сол сұрақтарды мен керемет музыкант, композитор ағамызға қойып кетемін. Ағамызға деген ағамызға. Енді 30-ға келдік, сондықтан. Енді маған аға деп айтуға болады. Жарайды. Али, өзіңіз бәлкім комментарийді оқысаңыздар, көп сұрақтар негізі сіздің жеке өміріңіз туралы болды. Негізі бір 30%. Енді содан бастасам, бірінші сұрақ, Назгүл Советхан деген қыз. Алғашқы махаббатыңыз кім деген сұрақ қойыпты. Алғашқы махаббатым менің класстасым. Бірге музыкалық мектепте оқыған Еңлік Қасымбекова деген қыз болған бар. Ол скрипкашы, скрипкада ойнайды. Қазір олардың бір баласы бар, ол менің бірге оқыған мектептегі жақын досымның әйелі, екеуі. Жақында ғана көрістік, керемет музыкант, Самғар деген жігіт. Сондықтан әлі шейін біз араласып тұрамыз. Енді мынандай сұрақ, екеуіңіз жүріп көрдіңіздер ма? Жоқ, ол енді бірінші класстан бір 7-ші классқа дейін ба, солай бір 6-7 жылдай френдзона ма? Солай жүргенбіз, тіпті киноға апарғам. 5-ші класста ма, бірақ менің жақын досым Диас деген. Ол да оған ғашық болды. Сондықтан біз екеуміз бірігіп, Еңлікте екеуміз шақырдық, үшеуміз бардық. Үшеуміз кинода отырдық қой. Енді бәлкім сіз сұраққа жауап бересіз, жауап бермейсіз білмеймін. Бізде Жансая Мадиева деген қыз сұрақ қойып кепті. Неге әйеліңізді көрсетпейсіз дейді? Келесі сұрақ. Вообще прям ба? Жалпы алып болсам, мен жеке өміріммен ешқашанда бөліскенді ұнатқан жоқпын. Өйткені қазіргі таңда алсақ, мен мысалға блогер емеспін, былай тікелей мен жұмысымды алсақ, немесе сол блогерлік жұмыс арқылы мен танымал болған жоқпын. Мен біріншіден музыкантпын, және де мен шынымды айтсам, өзімді сол музыкант ретінде, әртіс ретінде, немесе басқа бір сол музыка саласындағы қызметкер ретінде танылғым келеді, бағаланғым келеді. Ал жеке өмірімнің арқасында бір хайп жинап, рейтинг жинап, содан кейін біреудің кухнясында өсек болып, бүйтіпті, сөйтіпті дегендей оны қаламаймыз. Енді айтып кетерім, осы керемет жерден біздің генеральный спонсор десек болады, Chevrolet компаниясының бізге берген көлігі Chevrolet Tracker маркасына өтейік. Ары қарай сұхбатымызды сол жерде жалғастырсақ дұрыс болады деп ойлаймын. Кеттік. Көріңіздер, қызықты болады. Енді Али, сұхбатымызда жаңа Chevrolet Tracker кроссоверді жалғастырайық. Енді бірінші сұрақ осы көлікке енді байланысты десек болады. Өзіңізге машинаның ішінде, орысша айтқан кезде, что вы больше всего цените в машине? Интерьер, экстерьер, возможно, подвижную часть. Что больше всего вам нравится? Что больше вы цените в машинах? Двигатель, в первую очередь, как ездит, как отзывается, сколько ест. И так далее и тому прочее. На втором месте у меня идет экстерьер, ну и потом уже интерьер. То есть к интерьеру я так особо сильно не придираюсь, но со временем ты уже начинаешь тонко понимать эргономику, что удобно, что неудобно, что для водителя, что не для водителя придумано. И поэтому вот так у меня. В первую очередь двигатель. Окей, понял. Как раз насчет двигателя хотел заметить то, что на данный момент Chevrolet является лидирующей компанией на рынке Казахстана по продажам. Также машина сейчас, в которой мы находимся внутри, это машина именно кроссовер Chevrolet Tracker, который использует турбодвигатель, который намного снижает расход и более бережно относится к окружающей среде. Ну, еще и динамика. Да, динамика получше. Как вы сейчас относитесь к тенденции турбодвигателям? Положительно. У меня мой автомобиль тоже турбированный, тоже малолитражный, всего 2 объема, поэтому
Я думаю, за этим будущее. Теперь, возможно, вернемся к нашим вопросам от зрителей. Ай, кеттік. Сәл пәл хейтерлардан келген сөз десек болады. Иә, білеміз ғой олар. Жақсы білеміз оларды. Енді айтатын болсақ, Иә. Сасадиоу деген жазып кезіпті пользователь. Али, сенің биіңде пластика жоқ. Буратино секілді билейсің. Өзіңді жақсы бишімін деп ойлайсың ба дейді. Мен өзімді жақсы бишімін деп ойламаймын. Тіпті өзімді биші ретінде ешқашанда бір таныстырғанда емеспін. Кәсіби биші емеспін. Және де биден менің үйренерім әлі көп. Мен оны өзімде білем. Ешқашанда мен би үйірмелерінде мысалы қатысқанда үздік биші болғанда жоқпын. Мысалы. Бірақ менің ойымша әр адам өзі қабылдайтын сияқты. Мысалға маған да ұнайтын немесе ұнамайтын бишілер бар мысалға. Мен жалпы өзімді биші деп санамаймын, бірақ басқа көптеген әріптестеріме қарағанда әлде қалай биіме деген икемділігім немесе менің тәжірибем сәл көбірек сияқты. Өйткені ең бірінші күннен бастап, тіпті ән айтудан бұрын мен билеуді бастап үйренгенмін. Тағы да бір сұрақ. Онье суш деген бізде қыз сұрақ қойған. Бір күрделі сұрақ десе болады. Қандай өткінші қателіктеріңізге өкінесіз дейді? Чем вы жалеете в прошлом? Ой, көп негізінде. Ең бастысы енді. Былай енді достыққа байланысты ғой. Мен бір-екі достарымнан сол айырылып қалдым. Қазір араласпаймыз, өйткені мен өзіме теңеп, олардың маған деген көзқарасын қабылдамай қойдым. Мысалға мен доспен араласқанда мен барымды беремін де, барымды салам. Сондықтан сонда өзім күтемін да, мысалға олардың позициясынан. Бірақ олар солай енді ойламайды, олай қарамайды. Сондықтан сол достарымнан айырылғаным мен үшін менің қателігім. Сәл кішкене бір жеңілдеу көзқараспен қарап, сәл кішкене түсінікпен немесе сондай бір нәрселер болған. Мен оны өкінішке орай шынымен де айта алмаймын, өйткені ол тек қана мен жайлы емес, сол достарым жайлы. Олар ренжитін де шығар, қазір араласпасақ та не үшін оның бәрін жайып салып отыр деп дегендей. Бірақ сөйтіп біраз достарларыммен менің арым қатынасым үзілді. Өйткені мен өзім қатты талапшы болған. Және тағы да бұл хейтерларға қатысты. Бірақ та хейтерлардың сөзі емес, сол темаға қатысты. Көңіліңізге қатты алып қалған хейтердің сөзі. Ой, біз негізі хейтерлармен жақын таныспыз. Барлығы да өтеді жүрекке. Барлығы да шынымен де қатты әсер етеді, жаман. Көңіл күйді түсіріп жібереді, тіпті депрессияға да жібереді. Оның арасынан ең қаттысы маған емес, мен жанұяма байланысты сөздер болған. Өйткені маған не айтса да айта берсін. Жүрекке тисе де тисе берсін. Бірақ жанұяма тиіскенде мен оны шыдай алмаймын. Шынымен де анам жайлы көп жаман нәрселерді жазған. Қартайды, алжыды, адам емес. Сондай жаман нәрселерді, одан артық та бар. Мысалы, боғау сөздерде болған. Оны мен шынымен де көтере алмадым. Мен жайлы кім не айтпайды оның барлығында енді. Үйреніп кеттік деп айтпай қояйын, оның барлығы өтірік, барлығы да міндетті түрде тиеді. Оған үйрену немесе оған жай ғана келісе салу ол мүмкін емес нәрсе ме? Мына қарындасымыз. Шустрый екен жарайды. Маған не болса да айта берсін, бірақ ініме ма деген, немесе анама айтқанда мен қатты көңіліңізге аласыз, көңіліме аламын. Ал енді бір хейтердің сөзін естіп оқыған соң бір жылағандай сәттер болды ма? Көзге жас келгенде? Болды. Иә, шынымен де. Өйткені бір ғана қателіктен кейін барлығы да нөл болып қалады да. Ешкім сенің өтіп кеткен бір жетістіктеріңді, бір жақсылықтарыңды еске де алмайды. Бірден сол 2011-2012-дегі әңгіме басталады. Ол кездерде шынымен де мен не үшін мына жақта жүрмін, не үшін кімге дәлелдеп жүрмін өз-өзін. Бәлкім шынымен де ешкімге керек емес па, ешкім сені бағаламай ма, бәрі далбаса болып көрінеді. Сондықтан ондай кездерде әрине көзіңе жас келеді. Өйткені барлық қасықтап жинаған абыройың бірден шашылып кеткенде ойлайсың да, мен осыдан кейін мен қайта өз орныма, осыған биік емес, дәл сол кеше ғана болған жерде қайта орала аламын ба дегендей, қайта мен қабылдаймын ба дегендей. Сол ойлар шынымен де тыным бермейді. Сондықтан иә, болған.
енді былайша айтқанда сәл-пәл вдуйттың сұрағы деп мұнда. Кет. Кураловна деген қыз, Али сені миллионер дейді ғой дейді. Жоқ. Ұзақ ойландым ғой, не дер екен деп. Енді теңгенің қазіргі деңгейін білеміз. Тіпті миллионның өзі шынымен де былай ондай үлкен ақша болып көрінбейді, естілмейді. Енді былайша айтқан кезде енді осы өнер жолында қанша жыл жұмыс істеп жүрдіңіз? Осы бәленбай жылдың ішінде $1 миллион тауып үлгердіңіз бе? Жоқ, оның жартысына да жетпейтін шығар. Мен негізі сол ақша санаудан сәл нашарлаумын. Негізінде өзім де білмеймін, жылына қанша ақша табатынымды, қанша ақша құртатынымды сол өнерге мысалға. Әйтеуір бір тамағыма жетеді, әйтеуір бір осы қалыпта, осы бағытта өмір сүруге болады, бірақ негізінде тіпті мен шынымды айтайын, мен негізі плюстамын ба жоқпын ба мен білмеймін. Тараспадым ба? Негізінде бәлкім наоборот миллион емес, тіпті миллион қарыз шығармын мен мысалға осы өмірде мысалы. Ал енді былайша айтқан кезде енді финансовый вопрос жабайық. Давай. Соңғы сұрақ менен десек болады. Енді осы бір айға сізге қанша ақша керек? Көбісі өтірік айтады, 200 мың маған неге жете салады, 300 мың дейді болады. Бірақ та ештеңеге отказ етпей өзіңізге комфортно өмір сүру үшін. Мен мысалы қазір енді пандемия басталғалы бері өзімнің расходтарымды 4 есе қысқарттым өзім. Мысалы осыған дейін қанша ақша жаратып қазіргі ақшаны салыстырсақ, инфляциясыз мысалы жай ғана 4 есе қысқарттым өзім. Және де ол менің комфортыма шынымды айтам, ешбір әсерін тигізген жоқ. Барлығын есептегенде маған міндетті түрде сұрақтарды жабу үшін 300 мың керек. Бірақ ол тек қана сол сұрақтарды жабу үшін. Ал өзіме енді шынымен де бір 200-150 мың жетеді бір айға. Оған бензин де кіреді, тамақ та кіреді. Комфорт, нормально, шүкір. Енді былайша айтқан кезде пандемияға дейін миллион, пандемиядан кейін 250 мың. Иә, өзіме, иә. Жеткілікті, комфортты тұр. Әрине, оны да қысқартуға болады, оны да көбейтуге де болады. Сол ғой, мезгілге байланысты болып тұр. Перизат деген қыз сұрақ қойып отыр. Какие проблемы больше всего бывают в творчестве дейді? В самом творчестве проблемы, естественно, бывают зачастую с дисциплиной. Причем не моей, а с людьми, с которыми ты обязан сотрудничать. Ты не можешь делать все сам. Ты зависишь от многих специалистов, которые помогают тебе при создании любого материала. Но люди часто прикрываются своей творческостью и говорят, что они творческие, и поэтому им нужно время там, да, или еще что-то. Я это все понимаю, но у них все очень плохо с планированием, с тайм-менеджментом и зачастую с пунктуальностью. Поэтому меня бесит, когда я все делаю вовремя, но те, с кем я работаю, меня подводят и по срокам, и по качеству, а потом начинаются детские и школьные отмазки. Ұйықтап қалдым деген варианттар. Ну, не пойдет, я же тоже не мальчик, мы все не дети. Я в конце концов плачу деньги за работу и требую отдачи соответствующей. У меня, например, есть принцип, я всегда стараюсь делать настолько максимально хорошо, чтобы потом мне было также удобно спрашивать из других, потому что я же свою работу сделал четко, почему ты не делаешь? И вот как-то так. И вот в творчестве самая главная проблема – это ответственность других людей. Все, окей, дальше. Келесі сұрақ. The Agent 13 дейді. Өміріңізде сізбен болған әділетсіздік, немесе сіз көрген ең қатты әділетсіздік қандай дейді? О, жетеді. Адамдардың көзқарасының өзі көп жағдайларда әділетсіз. Өйткені олар сені білмей тұрып, танымай тұрып, араласпай тұрып, өздерінің өз бір пікірін қалыптастырады да. Ол Розаның баласы ғой, примерно болды ғой, байдың баласы, танымал адамның баласы. Ол адам көрмейді, адам санамайды, өзінше бүйткен, сөйткен деп бірден жаба салады да саған. Бірде бір рет көріспеген адам, ол енді әділетсіз мен үшін. Мысалға мен жай ғана бір қарапайым жанұяда дүниеге келсем, менің ойымша, мен қазір осыған салыстырғанда одан да биік деңгейде болушы едім деп ойлаймын. Өйткені адамдар саған нормальный көзқараспен қарайды да, нейтралды тұрғыда. Жас жігіт, жас әнші, болды. Ешкімнің баласы емес, ешкімнің ұлы емес, өзінше емес, анау-мынау емес дейтіндей. Қазір одан қайта бәрі мықты болушы еді деп ойлаймын өзім. Бірақ тағдырымыз осы. Не істейсің енді?
Енді өзіңіз ойынша қай кезде мысалы мынандай стереотип жоғалды, мынау Розаның баласы деген? Жоғалмады. Жоғалмады ма? Жоғалмады. Өйткені жақында ғана осы дау болды ғой, үлкен ғаламторда. Сол журналистердің кейбіреулері мені тіпті атыммен де атамайды ғой. Сен Роза Рымбаева бүйтті сөйтті. Розаның ұлы бүйтті сөйтті. Менің атым да жоқ та, қазір кейбіреулер үшін. Кейбіреулер айтады, жоқ, оның барлығы қалып қойды, сен Али ретінде біледі, сенің өз тыңдарманың бар, бүйтін сөйтін дейтіндей. Бірақ әлгіге шейін 100% сол стереотип жойылды немесе кетті деп айта алмаймын. Енді қазір кептелесе тұрып, сол арқасында максимально нативный сұрақ. Енді сен де берейін? Сен де берейін? Аңғайға отындай. Өзің ғой? По твоему мнению, каким должен быть городской кроссовер для молодежи и для молодой семьи? В первую очередь он должен быть, наверное, экономичным. Молодая семья, молодежь — это в первую очередь люди, у которых только начинается финансовый путь, и они должны себе смочь позволить, они не должны жить ради прокормления там, машины, да, обслуживания. Машина должна быть их другом, их инструментом, поэтому экономичность. Кроссовер это золотая середина для молодежи. Да и не только для молодежи, мне кажется, для всех. Сіз өнер жолын бастаған кезде сізге сәл-пәл болса да анаңыз қарсы болды. Не істейсің, сенікі емес, не қыласың деп. Сіз оны өттіңіз, түсіндіңіз. Енді Мади өнер жолына шыққан кезде сіз айттыңыз. Інім, керек емес, не қыласың, шықпа, мен қарсымын деп. Не себепті? Өйткені басқалардікін білмеймін, бірақ біздің жолымыз өнердегі ол шынымен де өте қиын болды, және де мен ешкімге де оны тілемеймін. Біз көрген нәрсе, біз естіген нәрсені ешкім естімесін деп. Өйткені кадрдан тыс не болып жатқанын енді халық білмейді ғой. Бірақ өте оңай емес нәрсе. Сондықтан әрине сен оны жақыныңа қалай тілейсің? Тура солмен жүргенін, тура сол нәрсенің басынан кешкенін мысалға. Сондықтан әрине қарсы болдым, өйткені мен ойлағам, енді ертең өзі өкініп қалар. Ертең шынымен де оның не екендігін білгеннен кейін, не үшін сен мені тоқтатпадың? Не үшін сен маған айтпадың осындай екендігін деп айтып жатса, енді қалай оған қалай көзіне қараймын? Мысалға, туған ағасы болып тұрып, дұрыс кеңес немесе дұрыс сөз табылмағаным үшін мысалы. Бірақ үшеуміздің де қырсықтығымыз басын болып, жоқ, не болмаса да болам, не болмаса да бастайым, көрем деп үшеумізде сол қадамды жасадық. Және де бір кішігірім болса да бір деңгейге жетіп тұрмыз. Шынымен онда енді жоқ нәрсені жоқ демейсің ғой, шынымен де бар. Сұраныс та бар, нарық та бар, сондықтан қасықтап жинаған болса да абыройымыз да бар. Сондықтан уайымдайсың ғой жақының үшін. Енді ой болмады ма? Енді өзіңіз білесіз, әр адам негізі өзі сүйген жұмысын істеу керек. Сол кезде енді өмірі де жақсы болады, өзінің ішкі финанс дейміз ғой, жақсырақ болады. Сол кезде ой болмады ма? Егер мен қазір бұған істеме десем, ол өзіне ұнамайтын жұмыс істеп, басқа жаққа ауып кету мүмкін деген сияқты. Ол да болған, кім біледі, өйткені ешкім ешқашан да білмейді. Мысалы, әнші барлығы да әнші болғысы келеді. Барлығы да жұлдыз болғысы келеді. Барлығы да бірден сол жетістікке жетіп, бірден сол жемісін көргісі келеді, ал оған дейін жүргісі келмейді мысалы. Адамның мысалы талғамы өзгереді ғой. Сен өмір бойы суретші болам деп, бірақ аяқ асты кинорежиссер болғың келетінін сен мысалы сол 40, 50, 60 жасында түсінуің де мүмкін. Сондықтан бірден бала кезінен дұрыс таңдау жасадың. Бала кезінен енді өзгермейді. Өмір бойы осындай адам болам деп есептегенің де дұрыс емес. Қаншама актерлар мысалы 60 жасында дебют алады. Осы темаға жақын, музыкаға жақын десек болады. Тоже бір сәл-пәл хейтердің сөзі тағы да. Араб Айджан 02 дейді. Жақсы музыкант, но очень слабый әнші дейді сізді. Не деп айтасыз оған? Не деп жауап бересіз бұл адамға? Мен ешқашан да өзімді мықты әншімін деп айтқанда жоқпын. Сондықтан ондай бір пікірге енді үйреніп кеттік осындай пікірлерге. Шынын айтсам тіпті былай не айтарымды білмеймін, өйткені 1000 рет айтылған нәрсе. Хейтерлардың әрбір әншінің өз хейтерлары бар ғой. Мынау менің хейтерім мысалы. Сен ертең әнші болып шықсаң, сенің де хейтерларың болады мысалы. Саған да түрлі нәрселерді айтады.
тіпті шынымен де өте мықты вокалы бар әншілерге де сондай нәрселерді жаза береді. Өйткені кім біледі оның негізі түпнұсқа мақсаты не үшін ол жазғанын. Бәлкім тек қана сенің назарыңды аудару үшін ба, немесе осы бағдарламаның эфиріне кіру үшін ба, мысалға. Сондай нәрселерде болады да. Ол ауыз сөзді жазып береді, оған жауап қайтарсаң, кешіріңіз, басқаша бір хат жазсам сіз жауап бермес едіңіз деген нәрселерге болады да, мысалы. Сондықтан ондай болуы да мүмкін, бірақ шынымен де солай ойласа, енді ойласын, не деймін енді. Мен оның пікірін өзгерту үшін ештеңені жасай алмаймын. TikTokқа өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Андай ой болмап еді, TikTokқа қазір арнап, TikTok жаратын әдейі ән жазу деген. Қазір ең мықты маркетингтің бір құрал десек болады ғой. Иә, ол шынымен де факт, бірақ ондай қадамға барған жоқпын. Өйткені менің ойымша ол дұрыс емес. Сен өз тыңдарманыңды әнің үшін емес, коммерция болып кетеді, математика, ақша табу. Білмеймін, ол жағынан ол тіпті композитор емес, ондай әндерді маркетологтар жазу керек сияқты деп ойлаймын. Бірақ менің TikTokқа деген көзқарасым бір түрлі, шынымды айтсам. Мен жоқпын TikTokта, және де оған қатты бір білмеймін, бір тіпті көңіл аударған да жоқпын. Бәлкім қартайғанның белгісі шығар, шынымен де мойындау керек. Енді ойламайса, жас келген сайын, жас қосылған сайын, бірақ та қалмау керек, нужно омолаживаться деген сияқты. Ну, сами сказали, вот, а TikTok, я отказываюсь, он мне не нравится, он не заходит, но это же, ну, вещь, которую нужно использовать. Факт, это да, но не нужно от нее отказывать, говорят, что вот, это не мое, может, нужно все-таки попробовать. Это может быть проявлением, как говорят, динозавра. Да. То, что может оставить человека позади, и многие кто могут обогнать из-за этого. Конечно, это естественный человеческий инстинкт, когда ты боишься того, чего ты не знаешь. Мы все боимся того, чего мы не знаем, это нормально. Но я не боюсь ТикТока, в смысле, но поэтому, наверное, так как я сам действительно не пользуюсь, действительно никогда не знаю вообще, что это, как этим пользоваться действительно. Наверное, поэтому у меня есть такое какое-то непонятное. Я не говорю, что я против, я не говорю, что это мне не нравится, но я сам просто не считаю себя пока что нуждающимся в ТикТоке. Но да, это может быть мышлением динозавра, действительно, ты прав. Я к этому просто нормально отношусь. Да, конечно, может быть, завтра, если действительно каким-то образом все случится так, что я должен буду, это мне нужно будет как воздух, да, то я, конечно, туда пойду, я, естественно, попробую, научусь и дай бог, наверное, чего-то да и достигну в ТикТоке, потому что сейчас много чего там есть. Но пока такой ситуации я не могу представить, и мне кажется, знаешь, иногда быть слишком доступным, слишком вот таким, знаешь, как сказать, keep in touch, да, когда ты просто вот на уровне прикосновения со своим слушателем, это тоже не очень. Понимаешь, инста в этом вопросе нас тоже чуть-чуть, честно говоря, сблизила, и не всегда это идет на пользу. Некоторым, да, люди тебя узнают как человека, им становится, действительно, они становятся участниками твоей жизни, свидетелями, ну, по крайней мере, то, что ты дозволяешь видеть. Но иногда это слишком, ты становишься настолько близким, что неинтересно. Классный кейс, какой бы взять? 91. Когда они появились, у них не было инсты. Это же было прикольно. Все там в это время выкладывали там свою еду там или еще что-то. А вот нету пацанов инсты. Ну, по крайней мере, они, наверное, удалили свои предыдущие страницы, когда они еще до группы были. И это же тоже какую-то недоступность создавало. Думаешь, зато люди больше ценят, когда они появляются, понимаешь? И живьем, и на других страницах, потому что нету прямого постоянного потока. Потом, конечно, инста появилась, все понятно, но в этом была же какая-то фишка, что у них какая-то недоступность есть. Поэтому тоже есть у меня своя теория о том, что, может быть, действительно не стоит. Лучше быть рядом, да? Нет, да, можно быть где-то в других страницах, гостем появиться. О, прикольно, да ну нафиг, прикол. Ну, шалский говорит. Ну, в общем, да. Ну, ты меня понял, понимаешь? Али, спасибо вам за это интервью прекрасное. И надеюсь, вам тоже понравилось. Да. Надеюсь, вопросы были не чересчур жесткими, не чересчур провокационными. Все было в рамках приличия. Все было классно. Также хочу сказать большое спасибо компании Chevrolet, которая представила такой прекрасный кроссовер. Хотел узнать последний вопрос. Как вы относитесь к казахстанскому автопрому, учитывая то, что в последнее время
очень много брендов появляется на нашем рынке. Сугубо положительно, Мгм. потому что чем больше брендов, тем больше выбора у потребителя, тем выше здоровая конкуренция, она порождает и повышение качества, и предложения на рынке. Я только поддерживаю эту историю. А что именно в нашей машине Chevrolet Tracker понравилось больше всего вам? Мне понравился дизайн. Именно этот автомобиль, это, я так понял, спортивная версия. Вот эти всякие красные штучки. Я люблю такие мелочевки, честно. Помимо этого, турбомотор. Я отношусь положительно. У меня и у своего автомобиля турбодвигатель. Это кроссовер. Я уже говорил о том, что это самый лучший, как сказать, вариант для молодых, которые могут взять и уехать куда-нибудь за город, куда-нибудь в горы, просто по делам. Лучший вариант для женщин, лучший вариант для взрослых. Поэтому комфорт. Это очень комфортный автомобиль, комфортный класс автомобиля, так скажем. Но это по секрету очень привлекательная цена у автомобиля, поэтому стоит задуматься. Отлично. Больше ничего нельзя добавить, не убавить, конечно, как сказать. Айтып кетерім енді. Сіздерге көрермендерге үлкен рахмет осы бағдарламаны көргендеріңізге үшін. Жұрт не дейді бағдарламасының ең алғашқы выпускысы қызықты болды деп ойлаймын. Және тағы да айтып кетейін, Chevrolet компаниясына үлкен рахмет осындай көлік бергеніне, бізді максималды түрде комфортпен осы жерге әкелгеніне. Келесі бағдарламаға дейін кездескенше комментарийдің астына жазып кетіңіздер, кімді шақырайық, қандай сұрақ қойайық. Енді үлкен бәлеріңізге рахмет, сау саламат, сау болыңыздар. Кездескенше.